Сәлем баршаңызға достар, қаларыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге үкілім аян домбырада тартып үйренетін боламыз. Және де барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ал олай болса бастайық, ал мен өзім тартып көрсетемін. Ал енді мен сіздерге алдымен куплетін тартуды үйретейін. Үшінші перненің тұсында 4 қағыс ашық тартамыз. Ол бізде арғы жағы деген жері. Арғы жағы 4 қағыс ашық арғы жағы. Ал енді еділдің деген жері үшінші пернеде 4 қағыс бірінші саусақпен. Еділдің бергі жағы деген жерін бірінші пернеге барып 8 қағыс. Бергі жағы. Ал енді жағасында жайқалған жапырағы деген қатарын тартатын кезде бірінші пернеде қайтадан бір қағыс төмен. Жағасында жайқалған. Бірінші перне бірінші саусақ бір қағыс төмен. Және төртінші пернеге барып 7 қағыс жоғары. Жоғарыдан бастаймыз, да? Қасында жайқалған жапырағы деген жерін тартатын кезде үшінші перне жа бір қағыс, бірінші саусақ. Жа. П деген бірінші перне жоғары бір қағыс. П. Үшінші пернеге қайтадан түсіп бірінші саусақ бір қағыс төмен. Ра. Төртінші перне екінші саусақ бір қағыс жоғары. А. Алтыншы перне кіші саусақ 4 қағыс төменнен бастаймыз. Келесі біз сіздермен бірге енді куплетін, қайырмасын тартып үйренетін боламыз. Куплеті осымен бітті. Куплеті өте оп-оңай. Және осы бірінші куплеттің нотасын қалған куплеттерге де салсаңыздар, осымен біздің куплеттер дайын болады. Ал енді сіздерге мен қайырмасын тартуды үйретейін. 8-ші пернеге барып 12 қағыс кіші саусақпен тартамыз. Үклім-ай, жеңеш-ай, сағындым сәу. 12 қағыс, үклім-ай, жеңеш-ай, сағындым сәу деген жері. Енді лем деген жерін 6-ші перне бірінші саусақ 4 қағыс. Лем. 4-ші перне екінші саусақ 4 қағыс. Бір. 3-ші перне бірінші саусақ 2 қағыс. Сен. 1-ші перне бірінші саусақ 2 қағыс. Ой. Лай дегенде ашық. Лай. Ал енді біз сіздермен бірге мен мұнда 2 түрлі қайырма тарттым. Біреусінде жоғары қарай шығып кеттім да былай. Үкілім-ай, жеңеш-ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Осылай
оңай шығып кетті. Ал енді екінші қайырмада, яғни жаңағы қазір ғана мен сіздерге үйреткен қайырманы біз бірінші куплеттен кейін тартамыз. Ал қазір мен сіздерге төмен қарай түсетін қайырманы үйретемін, оны біз екінші және үшінші куплеттен кейін тартамыз. Үкілім-ай, жеңгеш-ай, сағындым сәулем бір. Тура жаңағы бірінші қайырмадағыдай, бірақ осы төртінші пернеге келгеннен кейін біз қайтып алтыншы пернеге түсеміз. Алтыншы пернеге түсіп екі қағаз сен, сегізінші перне екі қағаз ой, алтыншы перне сегіз қағаз лай. Дәл жаңағыдай шығып кететіндегідей істейміз да, бірақ ол кезде біз 3 пен 1-ге қарай басып шығып кетпейміз да, ал 6 мен 8 пернелерінде шығып кетеміз. Өте оп-оңай. Ал проигрышқа сіздер тура жаңағы жоғары қарай шығып кететін қайырманың нотасын салсаңыздар болды. Осымен бізде үкілім-ай әні аяқталды. Өте оңай. Яғни бірінші куплет арғы жағы еділдің деген куплетті тартасыздар. Одан кейін бірінші қайырма жаңағы жоғары шығып кететін қайырманы тартасыздар. Одан кейін екінші куплетті тартасыздар. Екінші куплеттен кейін төмен қарай түсіп кететін қайырманы тартасыздар да. Одан кейін проигрыш тартасыздар. Одан кейін үшінші куплет тартасыздар. Үшінші куплеттен кейін төмен қарай түсіп кететін қайырманы тартып, сонымен аяқтайсыздар. Яғни жаңағы төмен қарай түсетін қайырманы тартқаннан кейін біз қайтадан қайырманы бастаймыз. Яғни үкілім-ай, жеңгеш-ай, сағындым сәулем бір сен ойлай. Үкілім-ай, жеңгеш-ай, сағындым сәулем бір сен ойлай. Осылай тартамыз. Яғни біз екінші және үшінші куплеттен кейін дәл осылай жаңа сіздерге көрсеткендегідей тартамыз. Өте оңай ән. Келесі видеода мен сіздерге балапаным балғыным әнін тартуды үйрететін боламын. Тағы да домбыра сабақтарын қаласаңыздар, төменгі комментарийге плюс қалдырып кетіңіз. Ал олай болса сау болыңыздар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.